Әйгілі жоңғар қақпасы. Менің балалық шағым өткен туған топырағым, қасиетті, тұзды, ағынсыз Алакөлдің оңтүстік шығыс жағында жоңғар қақпасы бар. Тау жүйесіндегі жоңғар қақпасы аталатын жер Алатау тізбегіндегі ең танымал орындардың бірі. Жоңғар шапқыншылығы кезінде қазақ тарихының жылнамасына енген әрі шайқастардың бірі осы жерде өткен. 18 ғасырдың бірінші жартысында жоңғар әскері қақпа арқылы өтпек болып дайындалған. Әбілқайыр ханның әскерлері бірнеше күнге бөгелген. Сол кезде 15 жасар Сартай кейіннен халық арасында мың бала деп аталып кеткен жасөспірімдер жасағын жинаған. Жас балалар қазақ әскері келіп жеткенше жоңғарлардың тегеурінін тежеу жолында өз өмірлерін құрбан еткен. Күншығыстан ақтарыла төгілген жау жоңғар қақпасынан шыға бере осы жақты беттеген деседі. Жараланған батырлар да Алакөлге түсіп сауығып қайтады екен. Кейін кеңес дәуірі тұсында 1969 жылдың 13 тамызында да осындай оқиға орын алған. Ол уақытта қарулы Қытай әскері КСРО шекарасынан басып кірген. Бұл КСРО мен Қытай арасындағы әрі шекаралық жанжалға ұласады. Кеңес одағының 2 шекарашысы қаза тауып, 10 шекарашысы жарақат алған. Қытайдың 19 сарбазы өлтіріліп, 3 солдаты тұтқынға алынған болатын. 1969 жылдың 11 қыркүйегінде Бейжіңде екі ел арасындағы араздықты тоқтату туралы шартқа қол қойылды. Тау дәлізі ерекшеліктерінің бірі оның жіңішке, ұзынша келген аэродинамикалық пішіні. Сондықтан бұл жерде Қытайдан келетін құрғақ ебі желі оңтүстік шығыстан, ал Қазақстаннан есетін Сайкан желі солтүстік батыстан үнемі соғып тұрады. Бұл екеуі ТМД аумағындағы ең күшті дауылдар қатарына кіреді. Кейде олардың жылдамдығы секундына 70 метрге дейін жетеді. Жоңғар Алатау мен барлық жотасы аралығында Қазақ пен Қытай шекарасына жақын маңда Алматы облысының аумағындағы атақты жоңғар қақпасы көшпенділердің тарихындағы ерекше аймақ. Бұл асуда Ұлы Жібек жолы керуендерінің ізі сайрап жатыр. Ал 13 ғасырда орталық Азияны жаулап алуға аттанған Шыңғысхан әскері осы тау асу арқылы жүріп өткен. Қабанбай батыр қолбасшылық еткен қазақ жоңғар шайқастары болған мекен. Жоңғар қақпасының ұзындығы 50 шақырым болатын. Жіңішке тектоникалық жарық. Тау шатқалының биіктігі 300-400 метрге жететін терең жарықтар бөледі. Тау асуы Балқаш Алакөл шұңқыры мен жоңғар жазығының аралығында кеңінен әрі жалпағынан созылып жатыр. Жоңғар қақпасынан басталатын атышулы ебі желінің азынап соғар қақпасын байламақ болған шың әміршісінің жетесіз қылығы табиғат шіркіннің қуаты мен құдіретінің белгісі сияқты күні бүгінге дейін ел аузында әңгімеге алтын арқау. Қазір бұл аймақта Қытай мен екі елдің қарым-қатынасының орталығына айналған достық бекеті бар. Алматы облысы Алакөл ауданына қарайтын кішкентай ғана қалашық. Қытай Халық Республикасы мен Қазақстан Республикасының оңтүстік шығысында шекарасында орналасқандықтан шекарада кеденісі жақсы дамыған. Барлық Қытай мемлекетіне өтетін темір жол қызметі осы достық арқылы өтеді. Бұл асуда Ұлы Жібек жолының ізі сайрап жатқан 9 жолдың торабына айналған темір жолдар станциясы бар. Көшпенділердің тарихындағы ерекше аймақ. Жарбұлақ өңірінің тарихы туралы жан-жақты білетін шежіреші Мұқан Омарғалиев ағамыз жоңғар Алатауы, Тоқта тауы, барлық туралы терең әңгімелеп берген. Тегінде мекеніміздің жай күйін сездіретін Жарбұлақтың жұты да ебі, құты да ебі деген мәтелі бар. Жоңғар қақпасынан басталатын атышулы ебі желінің аузын байламақ болған жоңғар әміршісінің жетесіз қылығын табиғатта көтере алмапты. Уақытша Жарбұлақ өңірін жаулап алған жоңғардың шың әміршісі қол астындағы бүкіл күшін жинап, ебі желінің аузын таспен толтырады. Бір күні той жасайды. Табиғат ана ханның бейбастығын көтере алмайды. Сөйтіп қазанда қайнаған ебі желі бұлқынып, ауаға шыққанда өздері тасыған тас өздеріне оқ болып атылады. Ақыры қой тастар жиналған жоңғарды күллі дүние мүлкімен Лаңкөлге төңкере салған. Одан бері қанша ғасыр өтсе де Тоқта тауы қасқайып қаз қалпында тұр. Алмахан Мұхамедқалиқызы. Оқыған Қуат Ахметжан. Арнайы Семей арнасы үшін.